Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Бүгін біз 4-ші тоқсанның 3-ші бжб-сын талдайтын боламыз, және бұл осы 6-шы сыныптағы 10-шы бжб. Екі айнымалысы бар: теңдеу және теңдеулер жүйесі. Бірінші есеп, сандар жұбы берілген. Осы сандар жұбына берілген теңдеудің шешімі бола ма? Анықтайық. Ол үшін x-тің орнына 7-ні, y-тің орнына 1-ді қойып тексереміз. Біріншісін тексерейік. 3 көбейту 7 азайту 7 көбейту 1 тең 14. 3-ті 7-ге көбейтем. 21, 21-ден 7 аламын, 14 шығады. 14 тең 14. Шешімі бола алады. Келесі 0 қоямын x-тің орнына, y-тің орнына минус 2 қоямын. 3-ті көбейтемін 0, азайтамын. 7 көбейту минус 2 тең болады 14. Санды 0-ге көбейтсек 0, минус 7-ні минус 2-ге көбейтсем плюс 14 тең 14. Олай болса 14 тең 14-ке бұл да осы теңдеудің шешімі болады. Келесі 8 және 2. 3 көбейту 8 азайту 7 көбейту 2 тең 14. 3 8-ім 24, 24-тен 14 аламыз, 10 тең 14. Бұл дұрыс емес. Демек, мұна берілген сандар жұбы теңдеудің шешімі болмайды. Келесін тексерек. Минус 7, минус 5. 3-ті көбейтемін минус 7, азайту 7 көбейту минус 5 тең 14. 3-ті минус 7-ге көбейтем минус 21, қосу 35 тең 14. 35-тен 21 аламын, 14 тең 14. Бұл осы теңдеудің шешімі болады. Және соңғысын тексереміз. 3 көбейту 10, азайту 7 көбейту 3 тең 14. 3-ті 10-ға көбейтем 30, азайту 7-ні 3-ке көбейтем 21 тең 14. 30-дан 21 алам 9, 9 тең 14. Бұл дұрыс емес. Олай болса, бұл сандар жұбы берілген теңдеудің шешімі болмайды. Сонда берілген теңдеудің шешімі болатын. Мінекей, 7-де 1, 0-де минус 2 және минус 7-де 5. Осы үшеуі берілген 3х азайту 7y тең 14 теңдеуінің шешімі болады. Келесі есеп, екінші есеп. Теңдеулер жүйесін алмастыру әдісі арқылы шешіңіз. Теңдеулер жүйесін шешудің қосу тәсілі бар, алмастыру тәсілі бар, және график арқылы шешу бар. Бұл жерде әдеміні атап берген алмастыру әдісі деп. X-ті тауып аламыз. X тең болады 23 қосу 5y. Екінші теңдеудегі x-тің орнына барып қоямын. 7 көбейту 23 қосу 5y қосу 10y тең болады минус 19. Жақшаны ашамын. 23-ті 7-ге көбейтемін. 23-ті 7-ге көбейтеміз. 1, 2, 14. 161. 161 қосу 7-ні 5y-ға көбейтем. 35y қосу 10y тең минус 19. 35-ке 10 қосамын. 45y тең болады. Минус 19, 161-ді қарама-қарсы таңбамен шығарамыз. Минус 161. 45y тең болады. 161-ге 19 қосамын. Минус 180. Y тең болады. 180-ді 45-ке бөлсем, минус 4. Y минус 4-ке тең болды. X-ті табамыз. X тең болады. 23 қосу 5 көбейту минус 4. 23 минус 20 тең 3. Сонда бұл жүйенің шешімі 3-те минус 4. Бірінші x-тің мәнін, сосын y-тің мәнін жазамыз. Үшінші есеп, екі таңбалы санның цифрларының қосындысы 15. Екі таңбалы сан, мысалы x, y. Бұл екі таңбалы сан. Осылардың цифрларының қосындысы 15. Егер цифрларының орнын ауыстырсақ, егер бұлай деп жазатын болсақ, берілген саннан 9-ға кем сан аламыз. Берілген санды табыңыз. Яғни бұл жерде жүйе құрастыру, біздің берілген санымыз, одан кейін оның цифрларын ауыстырып жазатын болсам, және бұған 9 қосатын болсам, бастапқы берілген санға тең болады. Енді осы жүйені шешейік. X қосу y тең 15-ті жазып қоямын. Мұнау бізде екі таңбалы сан болғандықтан, бірлігі, мұнау ондығы да? Онда бұлай жазамыз. 10x қосу y тең болады. Енді мұнда керісінше x бірлік, y ондық. 10y қосу x қосу 9.
x қосу y тең 15. Так, мына жерде ықшамдаймын. 10x-тан x аламын. 9x, y минус 10y минус 9y тең 9. Мына екінші теңдеуде барлығын 9-ға бөліп жібереміз. X қосу y тең 15, мұнда x азайту y тең 1. Енді бұл жерде қосу тәсілімен шығарып көрсетейін. X-қа x қосамын 2x, y азайту y 0, 15-ке 1 қосам 16, x тең болады, 16-ны 2-ке бөлеміз 8. X 8-ге тең болды. Ал y-ті табу үшін мына екеуінің біреуін қолдана қоямыз да. Y тең болады 15 азайту x. Y тең 15-тен 8 аламыз 7. Сонда 8 де 7 деген сандар жұбы мына берілген теңдеулер жүйесінің шешімі болады. Ал бізге берілген санды табыңыз, ол бізде 87 болып тұр. Берілген санымыз 87. Сосын осы цифрларының орнын ауыстырса, ол 78 болады. 78-ге 9 қоссақ, бізде 87 шығады. Сонда мына жерге жауабына 87 деп жазасыздар.